бір құтылатын жол іздеп жүргенде, мынау жаһаннамның сондай лебі адамдардың бетіне ұрып тұрған сәтте, сол уақытта адамдар жиналып айтады. Адам алейхиссаламға келеді. Я Адам дейді. Адам дейді. Сен біздің атамызсың дейді. Сен Алланың таңдаған сондай құлысың дейді. Аллах Тағала сені еш нәрседен, яғни жоқтан бар етті дейді. Әкесіз, шешесіз жаратты дейді. Бізге шафаат қылшы дейді. Сонда Адам алейхиссалам не дейді? Нәфси, нәфси. Өзім дейді. Мен Алланың алдында сондай бір қателіктерім бар дейді. Мен өзіме жауап беру, бірінші өзіме жауап бергім келіп тұр дейді. Мен сендерді қоя тұрыңдаршы, мен өзім Алланың алдында қалай жауап берем дейді. Бұл пайғамбар бола тұра не дейді? Мен өзім Алланың алдында қалай жауап берем дейді. Пайғамбарлар қиналып тұрған сәтте адамдарға қиналмасқа неге? Адамдардың барлығы қиналады, пайғамбарлар да қиналып тұрады. Ол айтады, сендер Нухқа барыңдаршы дейді. Ол ең бірінші, мынау мүшриктерге жіберілген ең бірінші пайғамбар дейді. Барлығы келеді, ей Нух дейді. Сен мынау мүшриктерге жіберген ең бірінші пайғамбарсың дейді. Шафаат қылшы дейді. Ол айтады, жоқ дейді. Мен өзіме жауап бере алмай тұрмын дейді. Мен өзім қалай жауап беретінін білмей тұрмын дейді. Сендер мынау Ибрахимға барыңдар дейді. Ол Алланың досы, Халилулла. Соған барыңдар дейді. Олардың барлығы келді, я Ибрахим, Ибрахим, бізге шафаат қылшы. Сен Алланың досысың ғой. Сен мынау оттан құтқарылған адамсың ғой. Оттың ішінде тірі жатқан, оттың ішінде сондай әдемі өмір сүрген адамсың ғой дейді. Сонда Ибрахим алейхиссалам айтады, жоқ дейді. Мен өзіме жауап беруді қорқып тұрмын дейді. Мен өзіме қалай жауап беретінін білмей тұрмын дейді. Сендер мынау барыңдар, Мусаға барыңдар. Муса бұл Алламен тікелей сөйлескен адам дейді. Сонда бұлар Мусаға келеді. Я Муса, ей Муса, бізге шафаат қылшы дейді. Сен Алламен тікелей сөйлестің ғой дейді. Ол айтады, жоқ дейді. Сендер маған келмеңдер дейді. Мен Алланың алдында сондай жауап беретін сондай өзімнің істерім бар дейді. Сендер Исаға барыңдар. Аллах Тағала оны өз рухын үрлеген. Өзі рухын үрлеген бұл пайғамбарға барыңдар деді. Олар Исаға келеді. Иса айтады, жоқ, мен де қыла алмаймын деді. Адамдар мені құдай қылып санап кетті. Мен соның өзіне қалай жауап қайтам? Алланың алдында не деймін? Сендер мынау Мұхаммадқа барыңдар дейді. Саллаллаху алейхи вассалам. Сонда барлығы пайғамбарымызға Мұхаммадқа саллаллаху алейхи вассалам келеді. Кейін сонда не дейді? Пайғамбар айтады, ана лаха. Міне мен бұған шапағатқа лайық адам менмін дейді. Мен мынау шапағатқа лайық адаммын дейді. Сөйтіп Алланың алдына барады. Алланың алдына сәждеге құлайды. Сонда айтады, сол кезде дейді, Аллах Тағала маған сондай бір мадақ мақтауларды маған уахи етеді. Бұрын соңды Аллах Тағаланы ешкім олай мақтап көрмеген дейді. Сол мадақ мақтауларды маған үйретеді дейді. Мен сәждеде жатып сол нәрселерді айтамын дейді. Сонда Аллах Тағала айтады, жеткілікті, болды жеткілікті. Тұрғын, басыңды көтер, сәл, сұра, туа, саған беріледі. Және де шафаат қыл, ишфа, тушафа, сенің шафаатың қабыл қылынады деді. Осы сөзді айтқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шафаат қылады. Осы сөзді айтқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шафаат қылады. Кімдерге шафаат қылады? Кім пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам шафаатына лайық? Егер де біз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннетін жақсы көрмейтін болсақ, пайғамбарымыздың сүннетін істемейтін болсақ, тек тілмен айтатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ертең бізді шафаат қыла ма? Ертең бізді сол тозақ отынан құтқара ма? Біз егер де пайғамбардың көрсетіп кеткен жолын істемейтін болсақ, Аллах Тағала Құранда не деді? Құл ин кунтум, айт деді, ин кунтум тухиббуналлах, егер де сендер Алланы сүйетін болсаңдар, фаттабиуни, менің артынан еріңдерші деді. Алланы сүюдің бір белгілерінің бірі, ол ең бірінші белгісі ол не? Пайғамбардың артынан еру. Юхбибукумуллах,
Сендер пайгамбардын артынан еретін болсаңдар, пайгамбардын сүннетін істейтін болсаңдар, Аллах Таала сендерді жақсы көреді, сендердің күнәларыңды кешеді. Міне сол күні Аллах Тааланың хабибі, Аллах Тааланың сүйікті құлдары кім болады? Әрине пайгамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның артынан ергендері, әрине пайгамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетін орындағандары. Біз пайгамбарымыздың сүннетін ешқашан қалдырмауымыз керек. Біз пайгамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетін орындауымыз керек әрдайым. Өйткені ол жерде не жатыр? Хуббулла, Аллах Тааланың махаббаты жатыр ол нәрседе. Пайгамбарымыздың сүннетінде Аллах Тааланың махаббаты жатыр. Осы нәрсені алатын болсақ, алымыз келсе, пайгамбарымыздың артынан еруі керек.